қатысушылар, шығысы шекарамен шектелген, батысын бұғыды таулар қоршаған, өр жағында әйгілі аспан таулар, аспан көкке асқақтаған, Қойнауы құтқа, қамбасы дөңге толы, көптеген этностар тату тәтті ғұмыр кешіп келе жатқан қасиетті Қарқаралы өңірінде бүгін тарихтың қазығы қағылды деп айтуға болады. Ұйғыр ауданы 15-тен астам этнос өкілдері мекендеген, достық пен татулықты той еткен, бірлігі жарасқан киелі өлке. Ел мен жердің тарихын жас буынның жадына жаңғырту мақсатында тарихқа құрметті қошеметтеріңіз болсын. Кітабымыздың тұсауы кесілді. Құтты болсын баршаңызға. Құрметті қошеметтеріңіз болсын. Кітабымыздың тұсауы кесілді. Көп рахмет. Орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Ескерткіш өмірге келді. Қазақтың ғылым айтарындағы тағы бір еңселі ескерткіш. Елдің мәңгілігін, елдің ұлылығын, халықтың мәңгілігін, халықтың ұлылығын дәріптейтін ескерткіш келді. Енді міне сол конференция біздің абыз, бабамыз Әлбірек атамыздың рухына бағышталған конференция басталып жатыр. Соның аясында өтіп отырған үлкен шаралардың бірегейі бүгінгі ақындар мүшәйрасы болды. Ақындар мүшәйрасы халықаралық дәрежеде өтті. Оған жан-жақтан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен қаншама қалалы жүрек ақындар келді. Комиссияны жюриді қазақтың үлкен парламент ақындарының бірегейі менің жақсы көретін шәкіртім Байбалай ғалым Желібай басқарды. Конференцияның құралы өлең жазып жүрген көрнекті ақынымыз Алмас Ахметбекұлы 1,5 миллион теңге мұны ұштастыратын мемлекет қоғам қайраткері Нұрлан Оразалин ағамыз.
аңызда абызды өткен заманаға жер куә жауын өткен жаңа ғана ашады ақыл келсе ашы сыран бұтасы тоқып жатқан қара дала осынау жау шақырған даламызда біз енді халық болып қаламыз ба осынау бізді туған көркем мекен қалама басып өтін баламызға бұл сұрақ қан кештірген сан батырға бұл сұрақ қайғы ішкізген санамызға бұл сұрақ келешекті мың жылына таң сайын жаңғыратын санамызда бұл сенің қарадалаң тақсырғалық ерліп шарына қар ақсұрланып таң ата қыздауылдан сираттанар тоғайды торғылынды қасқыр жанып өсетін сексеуілі білеуленіп тімтінер біреу кетіп біреу келіп батысын қара үйрек кім басады шығысын кім емденді кеуделенді кім емделіп еңісі бұл даланың іле бойы қалқыған сұр көбігі кілегейі қазақтың бір абызы сонда туған абыздың бір емес ау бірегейі кесейін деп кескем жоқ өлмейін деп бас кестім басы бүтін құлдыққа көнбейін деп бас кестім біздің заман сақтаған қазақтың бұл даласын таптамасын деп едім қазағымнан бас кештім шығысым мен батысым терістігім түстігім түскен жер ғой көз құрты өнерлі мен күштінің тәукеден соң басыңды қайта қосты абылай енді үш жаққа бөлініп жайылмастың үш құлын отан деген ошағың отан деген отың ол сол ошақтың үшеуің тіреуісің 300-ім бұдан 300 жыл бұрын алғанда сөз кезегін бүкіл ұлттың алдында абыз айтқан сөз едің ыстық қанын жүректің ағыс айтқан сөз едің күміс жанның білтесін тамыз айтқан сөз едің абыздарым аңсаған Қазақстан қолда барда алтынның қадірі жоқ сеземін самалы мен арқаның желбіресе көк туым ақын сөзін қайталап өртенеді өзегім бабамыздың арманы баламыздың бақыты қазақ тұтас ел мәңгі Қазақстан өз елім рахмет ол беттік өлеңнен бір бет өлең оқыдық рахмет беріңіздер конференция жақсы өтеді деп ойлаймыз құрметті әріптестер конференцияның басты мақсаты Әлмерек бабамыздың өмірін халыққа істеген қызметін тағы да бір зерделеу болып табылады. Осы конференцияға шақырылған тікелей тарихи бағытта көптеген жылдарда жұмыс жасап жүрген тарихшылар осында келіп отыр. Мына Әлмерек бабамыздың кезінде қазақ ешқашан жүзге, руға, тайпаға сен қырғызсың, мен қазақ, сен қарақалпақсың, мен түркмен деп бөлінбей, жауға бірге шапқан, бірге атойлаған, бірге сол ұрандарда ұқсас болған өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да қазір баяндамашылар өздеріңіз көресіздер. Мына Қазақстан Республикасына кезінде 90-шы жылдарда жерінде келген Нәбижан сияқты профессор ағаларымыз келіп отыр. Солтүстік Қазақстаннан Атығай қарауылды мен қазақ жүзге көрмейміз, бірақ шыққан фильм айтып отырмыз керек. Сол Қызылжар қаласының тумасы көп жылдар Астанада мемлекеттік тарихи институтын құрып 12 жылдай жақсы басқарған Бүркіт Германұлы Айған деген профессор осында келіп отыр. Әл-Фараби университетінің профессоры, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Берекет Кәрібаев деген азамат осы сыр бойы батыс Қазақстанның атының осында келіп батыр ағызға сәлем беріп ғылыми баяндамасын дайындап алып берді.
Одан басқа Қазақстанда білесіздер қасиетті Баянауыл өңірі бар. Сол Баянауыл өңірінен тарихының докторы, профессор 65 Мақсат деген бауырымыз осында келіп отыр. Әл-Фараби университетінде көп жылдар факультеттің деканы болған қыз бала болса да, осы өңірдің тумасы, болса алланың ішінде Жарқын деген атаның ұрпағы, мен бүгін қарындасымыз осында келіп отыр. Баяндама жасайын осы осы мәліметтерді сіздерге жеткіземіз деп. Осы Әл-Фараби университетінен кейін Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бір топ азаматтары келіп отыр. Әуезхан Қадыржанұлы Шашаев деген азамат, өздеріңіз білесіздер, Қарақұм деген батыр бабамыз болған, Әлмерек бабаларымыздың кезінде бірге шайқасқан, жауға шапқан, тойлаған, 9 әйелі болған, 30 ұлы болған, бір шайқаста 18 ұлы шахид болған, соны ұрпағы келіп отыр, батырға тәсім етуі. Одан кейін Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ғылым жөнінде директор Шәмет Баянов деген азамат жұмысын бәрін тастап, директормен бірге келді. Одан басқа Рашид Оразов деген, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда орталық мұрағат деген бар. Орысшалап айтқанда Центральный государственный музей Республики Казахстан. Программа алып жатыр ғой, иә. Сол Рашид Оразов деген азамат осында отыр. Мына осы Әлмерек баба туралы қай материалдар жатыр. Осы 19 ғасырда қандай осы өңірде жетісуда әртүрлі жағдайлар болды, тарихи жағдайлар. Соны бәрін дәлелдеп беретін, суреттеп беретін бүкіл архивтік толы материал сол азаматтың қолында. Ал енді бүгінгі жүргізетін программамына жеткенше өзім туралы айтайын. Әлгі осында конференция болғанда 5 модератор болу керек деген шешім қабылдапты. Сол бірақ Зербек Мұхаммад сіз жүргізіңіз деп. Мен бүгін қайра толқудың үстіндемін. Әлмерек атамыздың аруағына мыңда бір алғыс. Біз белгілі бір тарихи тұлғаны тану үшін осы өңір мәдениетіне үңілуіміз керек. Оның үстіне бұл Жетісу өңірі анау мынау емес, бұл өте ұзақ тарихы бар жоғары өркениет қалыптастырған өңір болып табылады. Ал енді Әлмерек абыз туралы айтатын болсақ, бұл кісі туралы зерттеулер отандық тарих ғылымында біршама зерттелді. 2019 жылы өткен республикалық ғылыми конференция Әлмерек зерттеуді жоғары бір деңгейге көтерген болатын. Міне бүгінгі конференция сол сатыдан және ілгеріледі деп ойлаймын. Ал Әлмерек баба туралы академик Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев өзінің 19 жылға конференциядағы баяндамасында Әлмеректің қара шаңырақ атты мақаласында абыздың тектілік кеңізін ежелгі үйсін елінен қарастырған болатын. Бұл жайдан жай емес. Өйткені белгілі бір тұлғаның қалыптасуы сол өңірдегі мәдениетке, қоғамдық жағдайға, әлеуметтік ахуалға байланысты. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, жаңағы модераторымыз айтқандай, қысқартып сөйлеуге тура келіп тұр. Жетісу өңірі қандай өңір? Ежелгі біз тарихи деректерге көз жіберетін болсақ, Жетісу өңірінде біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтарда Тегра қауда сақтары осында өмір сүрген. Ал өнен кейінгі тарихи деректерде біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырларда, 2-ші ғасырдың жартысында Шығыс Тянь-Шань өңірінен осы Жетісу өңіріне келіп мемлекет құрған Үйсін мемлекеті.
Усунго деп Қытайлар өздері жазған болатын. Үйсін мемлекеті дейді Қытайлар. 630 мың жан саны бар дейді. 630 мың жан саны. 188.800 атпал қарулы күші бар дейді. Оның территориясы шығыстан Манасқа дейін дейді, батыс оңтүстігі Балқашқа дейін дейді, оңтүстігі Ыстықкөлге дейін дейді. Осындай кең ауқымды алып жатқан Орталық Азиядағы ең күшті мемлекет деп санаған болатын. Әзір енді қарайтын болсақ, тарихи мұралардан қарайтын болсақ, алтын адам өкілдік ететін және үйсін қабырлары осы Қарадала өңірінде көсіліп жатыр, бұл жайдан жай емес. Ал одан табылған мәдениеттің өзі қандай мәдениет? Демек, үйсін тегіра қауда сақтары мәдениетіне үйсін мәдениеті жалғасып, бұл жерде қазақ мәдениетінің алғашқы негізін қалаған болатын. Ал енді қазақ мемлекетінің, қазақ этногенезінің менің зерттеуімше қазақтар көп саладан, яғни көп бұлақтардан біртұтастанған халық. Сондықтан мінеки Жетісу жеріндегі ең алғашқы қазақ халқының этногенезі қалыптасқан және ең алғашқы қазақ мемлекетінің іргетасы қаланған өңір. Сондықтан мінеки бұл Жетісу мәдениетін біз осылай қарауымызға тиістіміз. Әрине сол кездегі Қытай хан империясы Орталық Азияға, батысқа жібек жолын ашу үшін қайту керек. Бұл Орталық Азияға өзінің ықпалын өткізу керек болды. О кезде Орталық Азияда кім еді? Ұлы Ғұн империясы тұрған. Ал соныменен одақтасуды кімдерге қарастырған? Сонда мінеки сол кезде Орталық Азиядағы ең күшті мемлекет үйсін мемлекетіне елші жіберген болатын. Біздің заманымызға дейін 119 жылы 300 адамнан тұратын делегация мол тарту таралғыларыменен келді. Ал нәтижеде не болды? Нәтижеде одақтаса отырып, бұл жерде құдандалықта, саясида бұл жерде одақтастық қалыптасты. Нәтижеде Ғұн империясını ыдыратты, үйсіндерді әлсіретті. Саяси сахнадан үйсіндер шегінді. Алайда 6 ғасырдың ортасында, яки 552 жылы Түркі империясы құрылды. Ал Жетісу жері Түркі империясының негізгі территориясының бірі. Кейін екіге бөлгенде батыс түрік қағанаты осы өңірде. Батыс түрік. Ал түркілер ыдырай бастағанда қайты ол жерде түркештер болды және. Қарлықтар болды. Мемлекеттер жалғасты. Демек, одан қайта Шыңғысхан дәуіріне келгенде бұл Жетісу өңірі қайсы? Бұл жерде Шағатай ұлысы менен Өгітай ұлысының ұлы. Ал 1465 жылы деп тұрақтастырдық. Қазақ хандығы құрылғанда Жетісу өңіріндегі ел жұрт қазақ шаңырағына тұтастанған болатын. Ал енді бұл бір кезең демек. Бұл жердегі өркениет түркі дәуірінен бастап, ал орта ғасырдағы 10 ғасырдан бастап исламдық өркениет, түркілік өркениет өркениеттің негізінде қазақ хандығы құрылғаннан кейін қазақ хандығы әрине бір қатар даму кезеңдерін басты. Ең ауыр дәуір 17 ғасырдың бірінші жартысы болды. Жалпы Еуразия тарихына қарап көретін болсақ, 17 ғасырдың бірінші жартысында Еуразияда, шығысында Сен империясы қалыптасты. 30 жылдары Жоңғар хандығы қалыптасты. Айда жоңғарлар бірден төңірекке экспансия жасай бастады. 1680 жылы Шығыс Түркістандағы Үйғыр аймақтарын өзіне бағындырды.
Өнен кейін орталық Азияға негізінен қазақтарға шабуыл жасады. Бірақ о кезде қазақтар жоңғар шапқыншылығын әлсін тойтарып отырған болады. Алайда жадымызда қалған 1723 жылға Ақтабан шорында Алқакөл сұлама кезінде қазақтарды шығыстан батысқа қаратай ығыстырған. Бірақ 1726 жылдан кейін бүкіл қазақ жұдырықтай жұмылып, жоңғар шапқыншыларын қазақ жерінен ығыстыру, яки болмаса жоңғар үстемдігінен азат болу күресін жүргізді деп қараймыз. Міне осы дәуір кезеңінде қалайша қазақтарды жұдырықтай жұмылдырды. Ол жайдан жай емес. Ол соғыс болу үшін қайту керек, адамдарды мобилизацияға келтіру керек. Ал оны кімдер? Оны ұлттың идеологтары қалыптастырады. Міне Әлмерек Абыз атамыз бастаған қазақтың қасиетті тұлғалары өзінің ол кездегі ұйымдастырушылық қабілеті менен, ақын жырауларымыздың өзін өткір өлеңдері менен жауға деген халықты жұмылдыра бастады. Міне соның нәтижесінде 1750 жыл, арырақ айтқанда 1745 жылы қазақтар мен жоңғарлар қарым-қатынасына, күш байланысында түбегейлі өзгеріс орын алған. Яки жоңғарлар әлсірей бастады да қазақтар күшейе бастаған болатын. Бұны Қытайдың орда күнделіктерінен анық көре аламыз, дәлелдейтін деректер өте көп. Ал енді осы бір кезеңде 1755-57 жылдары Син империясы Шинжаң, Шығыс Түркістанның оңтүстігі мен солтүстігін бағындырып, жоңғар хандығын жойып, өзінің іргесін қазақ баласына тірегеннен кейін қайтты. Қазақтар менен шығыс елдері арасындағы қарым-қатынаста түбегейлі өзгерістер орын алды. Ал бұл деген мәселе қазақтар қайтты, өзінің шығыстағы атамекеніне қайта оралуды бірінші кезекте қойды. Абылай ханның өзі 2 ретке қолхатында Син империясының шығыстағы Тарбағатайды Ілені қайтарып беруін талап еткен болатын. Соған жазған нақтылы хаттары бар бұл жерде. Бұл жерде мәселе қайда жатыр? Бұл жерде этно-территориясы бар. Кімнің иеліктеріне бұл жайдан жай емес. Ал енің кейінгі өзгерістер 18 ғасырда болды. Яки 1840 жылдары қайтты. Патшалық Ресей осы Жетісу, Алатау өңіріне аяқ басқан кезде. Осы кездегі отаршылдыққа қарсы Тазабек бастаған осы жерге Албан Суан көтерілістері жайдан жай емес, ұлы батырлық. Мінеки Әлмерек атамыздың ұрпақтарына. Ал енді болақ бұл жердегі патшалық Ресей қайтты. Осыны жаныштау үшін 1771 жылы әзір Құлжа қаласын оккупациялаған болады. Құлжа қаласын 1881 жылы Санкт-Петербург келісім шарты бойынша қайтаруға мәжбүр болды. 1882 жылы Қытай Ресей Іле келісім шарты деген болды. Бұл келісім шарты ерекше. Бұл кезде Қазақстан шығыс территориясының анықталуыменен және Іледен тұрғындарды кері көшіру мәселесі бойынша келісім шартқа тұрған. Сол келісім шартта Тазабек кезінде шығысқа кеткен Албан Суан елдерінен және Құлжа тұрғындары ұйғырлардан аздаған дүнгендердің Жетісу жеріне осы ауданға келуі мінеки осы 1882-84 жылдар аралығы. Ал енді 1876 жылы әзіргі мына Қырғыз жерінен бір қатар дүнгендерді кіргізді. Дүнгендер қандай жағдайда келіп еді? Ол қытайлық Зозуңхан генералдың генесидтік қырғыннан кейін барып осылай басқан болады. Демек, мынау Жетісу өңіріндегі өзгерістер мінеки бұл жерде ұлттық құрамынан болсын, мәдениетінен болсын үлкен өзгерістерге ұшыраған. Ал Жетісу өркениетінде алып қарайтын болсақ, біз Жетісу өркен. Демек, бұл жерде қазақтың ең алғашқы этногенезі мен
мемлекеттік өркениет тарихи бұл жерде сабақтастық жатыр ағайындар. Мінекей сондықтан алып қарайтын болсақ, Әлмерек бабамыздың осында болу, осындай тарихи тұлғаның қалыптасуы, оның ұрпақтары күні бүгінге шейін тәуелсіздік үшін күрес, бұл жайдан жай емес, тарихи сабақтастықтың нәтижесі. Міне бүгін тарихи күн, осындай ұлы абыз атамызға ескерткіш қойып, конференция отырмыз. Бұл біздегі береке, бірлікке, өркениетке бастайды деп есептеймін. Рахмет. Зәке, айналайын мен бір сөздігімді пайдаланып алдыға түсіп екінші сөз сөйлейін деп отырып қысқа ғана. Мына енді өзінің міндетінде Кәрібай берекет тапсын Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті көпшілік. Бүгінгі Қарадала өңірінде болып жатқан үлкен қуаныш. Бірінші Әлмерек бабаға арналған ескерткіш құтты болсын, және бүгін Әлмерек бабаның рухына бағышталып отқан ғылыми жиын сәтті аяқталсын. Менің осы конференцияда ұсынып отқан баяндамамның тақырыбы Әлмерек баба заманы және сол заманның күрделі оқиғалар деп аталады. Әрине уақыттың тығыздығына байланысты 3-4 тезисті қарапайым тілмен ауызша айтып беруге тырысайын. Кез келген заманда, кез келген дәуірде әрбір этнос немесе халық өз арасынан тұлғаларын шығарып отырады. Бұны кезінде Асанғайға айтқан екен: таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады, су түбінде жатқан тас жер толқытса шығады, ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады дегендей. Бұл әрине өлең философиялық тұрғыда айтылып отыр, ал нағыз өмірге келетін болсақ, халықтың ең күрделі, қиын, тағдыршешті сәттерінде өзінің басқара алмайтын, қорғана алмайтын қабілеті төмен халықтар, этностар жойылып кетеді. Мұндай тарихты біз дүниежүзілік тарихтан және біздің көршілес елдердің тарихынан көптеп білеміз. Ал осындай қиын кезең қазақ тарихында да көп болды. Бірақ қазақ тарихы жойылып кеткен жоқ. Бүгінгі күнге дейін дүниежүзіндегі көптеген халықтардың қатарында өмір сүріп келе жатыр. Және өзінің дербес мемлекетін құрып, алға қарай небір жоспарларын құрап жатыр. Неге құрылып кеткен жоқ? Өйткені мемлекеті әлсіресе де өз арасынан шыққан жекелеген тарихи тұлғалар мемлекеттің атқаратын функцияларын өз мойнына алған. Міне осыдан кейін заңдылық туады. Ол қандай заңдылық? Егер де кез келген тұлға, қандай тұлға халқына қандай адал болса, адал қызмет жасаса, қаншама уақыт өтсе де халқы оны ешқашан ұмытпайды екен. Біз соның бүгін тікелей куәгері болып отырмыз. Мемлекет тарапынан кешегі кеңес кезеңде әрине қысымшылық жасалды. Өйткені принципті тұрғыда, теориялық тұрғыдан, таптық тұрғыдан бұрынғы бабаларды айтуға болмайтын еді. Ал қазір мен тәуелсіздік алған кезден бастап бұл мемлекеттік саясатқа шықты. Шықпаса болмайтын еді. Дегенмен де мұндай тұлғалар мемлекеттік тұрғыдан, кеше кезде идеологиялық тұрғыдан айтылмағанмен де халықтың жадында қалды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Солардың бірі бүгінгі біздің кейіпкеріміз Әлмерек баба. Бір ауыз сөз Әлмерек баба дегенде менің ойыма бірден 6 ол кісінің қасиеті оралады тіл ұшыма. Бірінші, Әлмерек абыз, Әлмерек әулие. Әлмерек батыр, Әлмерек баба. Әлмерек әулие, көріпкел, көсем, Әлмерек шешен. Бұлардың әрқайсысын жеке-жеке тарау қылып
дәлелдеп шығуға болады. Осылардың бәрі жинақтап мен енді мемлекеттілік тарихымен байланыстырайын. Маған дейінгі баяндама жасаған профессор Нәбижан Мұхамедханұлы осы жердегі өркениетті мемлекеттілікпен байланыстырып, анау ежелгі дәуірден қазақ хандығына дейінгі кезеңді алып келді. Ал мен қазақ хандығындағы тұлға және мемлекетке байланысты тезисімді айтайын. Қазақ хандығы өзінің 4 ғасырлық тарихын екі кезеңге бөлеміз, шартты түрде. Бірінші, біртұтас мемлекеттілік бар кез, екіншісі бытыраңқылық кез. Біртұтас кезең, бұлар екеудің кезеңі Тәуке ханның кезі екен. Тәуке хан қайтыс болды, қазақ хандығында саяси бытыраңқылық орын алды. Және дәл осындай құланның қасыңда мылтықтың басылу дегендей, қалай қазақ хандығында саяси дағдарыс басталды, көрші жатқан солтүстіктегі және шығыстағы екі қарсылас біздің қазақ жеріне ауыз салды. Бірі саясатпен, екіншісі қаруменен. Міне осындай жағдайда 18 ғасыр Шоқан Уәлиханов айтқандай батырлар ғасыры дейді. Ал академик Бартолд айтқандай 18 ғасыр бүкіл мұсылман өркениетінің, мұсылман әлемінің құлдырау ғасыры дейді. Бұл қалай екі жақтан болса да дұрыс берілген баға. Неге батырлық ғасыр? Өйткені мемлекет толық өз міндетін 18 ғасырда Тәуке ханнан кейін атқара алмай қалды. А мемлекеттің және оны басқарып отырған ханның ең бірінші басы міндеті ел мен жерді басқару болса, құқығы, басқару құқығын иеленсе, міндеті соны қорғау еді. Өкінішке орай, бас хан болмағаннан кейін орталық билік болмады. Орталық билік болмағаннан кейін ел мен жерді басқару құқығын ешкім иеленбеді. Соған сәйкес ел мен жерді қорғауды ешкім ұйымдастыра алмады. 6 сол кездегі саяси тұлға, 3 хан, 3 үлкен хан статусын иеленген сұлтандар әрқайсысы жеке-жеке кетті. Мұндай жағдайда жаңағы Аңырақай Ақтабан шұбырынды сияқты, одан кейін 39-41 жылғы екінші Аңырақайда қазақ тек қана жеңіліс тапты, бірақ жойылмады. Міне осындай жеке-жеке тұлғалардың батырлығы арқасында, көсемдігі арқасында, әулиелігі арқасында халық бірікті. Ол халықты олар біріктіре алды. Яғни мемлекеттің атқара алмаған функциясын әр рудан, тайпадан шыққан жеке тұлғалар атқарды. Соның арқасында біз бүгінгі күнге дейін жетіп отырмыз. Енді келесі бір мәселені айтайын. Неге біз осындай тұлғаларды бүгінгі күнге дейін ұмытпай келе жатырмыз? Өйткені сол заманда 18 ғасырда Әлмерек баба сияқты көптеген батырлар болды, көптеген көсемдер болды. Бірақ біз бәрін біле алмай отырмыз. Іштеріне дараланып, жекелеген тұлғалар шығып отыр. Біз неге оларды ұмытпаймыз, ал қалғандар ұмытылып қалды? Өйткені бұлардың жағдай қасиеттеріне байланысты екен. Әрине, батырлығы бір бөлек. Мен қарап отырсам, Тәуке ханның билікке келгенге дейінгі, ол билік құрған кезіндегі көп деген батырлардың бірі Әлмерек. Өйткені сол кезден бастап Әлмеректі батыр деп есептейді. Ал одан кейін Тәуке хан қайтыс болғаннан кейінгі қиын жағдай кезеңде Әлмеректің есіміне енді абыз деген лауазым беріле бастайды. Абыз деген сөздің ар жағын тереңдесек, араб парсы тіліне аударғанда хафиз деген. Хафиз дегеннің сөздің мағынасы, ол да үлкен мамандық, Құранға түсініктеме беретін, және бәтуа беретін, және Құранды жергілікті жердегі халықтың шариатты, жергілікті халықтың әдет-ғұрпымен байланыстырып, түсіндіріп бере алатын тұлғалар екен. Дәл қазір бізде хафиздер жоқ. Сондықтан бізді тәңіршілдер, құраниттер тағы басқа көйіп кетті. Біз сотқа деген ол біз мұсылмандар жасамаған дейіне ұстауға бола ма, болмай ма? Немесе оразаның кезінде не дейді, жаман ойлауға бола ма, болмай ма? Көп деген қазір сұрақтар көп. Өкінішке орай, біз қазір арамызда хафиздер болмағаннан кейін, яғни халықтың әдет-ғұрп дәстүрлерін шариатпен байланыстыра білу, халықтық дәстүр этникалық жолда сақтауды көрсете алатын адамдар болмағанда біз әртүрлі ана неге шетке, мына шетке ұрынып жүрміз.
Ал сол кездегі әлмерек бабалардың немесе әлмерек абыздардың тірлігінің арқасында қазақ халқы бірлігін сақтап қалды. Сондықтан ол абыз атанды. Әулиелігі бір бөлек. Ал енді баба атануы екінің біріне баба деген атақ бермейді екен. Баба деп 90-нан асып 100-ге жақындаған кезде және ақыл есін жоғалтпай халқына абыздық сөзін, әулиелік сөзін айтатын адамды баба дейді. Яғни көп жасаған адамды айтады. Мына өмірден қарап болсақ, 100 жасаған, біз қазір туған жылын өлгенін шартты түрде 98-де отыр, ал айналып келгенде ол мұсылманша бір ғасыр деген сөз. Міне сондықтан да ол әлмерек тұлғаға беріліп отқан баба деген нақты лауазым. Ал енді соңғысы әлмеректі әулие дейді. Яғни әулие деген сөздің артында кие деген сөз, арқалы деген ұғымдар қатар айтылады. Ал бір қызығы әулиелердің қасиеті кей кезде көсемдіктен де батырлықтан да асып тұрады. Сондықтан да бүгінгі дейін ол кісінің жатқан жері әлі күнге дейін қасиетті киелі мекендердің орнына айналып отыр. Совет үкіметі кезінде ол жерленген жерде басқа ауыл болсын, басқа болсын ұрпақтары немесе сол жердің жергілікті халқы, руластары, басқа да тұлғалар ұмытпады. Қалай тәуелсіздік алды? Бірінші алғашқы болып көтерілген мәселенің бірі басын қайтадан қалпына келтіру және оны кәдімгідей халықтың зиярат ететін орнына айналдыру. Сол қазір жүзеге асып отыр. Сондықтан да қазіргі әлмерек бабаның Алматы қаласының іргесінде болуы содан. Ал енді соңғы мәселе ол кісінің есімінің ұранға айналуы. Жалпы қазақ халқының құрамында қазақ халқы 43 тайпадан және 10 шақты этникалық топтардан құралған. Сол әрбір 43 тайпаның әрқайсысы өз ішінде 12 рудан тұрады. Әрбір 12 рудың кем дегенде бір-бірден әскери ұрандары бар. Ал әскери ұранға айналған тұлғалар негізін батырлар, көсемдер, әулиелер. Қазақта сондай 516 тарихи тұлға бар. Оның бір талайы Түркістанда жерленген. Біз соның енді бәрін біле алдық па? Мен осылардың бір 20-30 шақтысын жаздым, өкінішке орай біле алмай отыр екенбіз. Тани алмай отырмыз. Ал халық оны, ешкім оны міндеттеп, аңызға айналдырмайды, ұранға айналдырмайды. Халық өз таңдап алады екен. Сондай ұранға айналған тұлғалардың бірі тағы да міне әулиелік қасиеті, көсемдік қасиеті, абыздық қасиеті тірі кезінде аңызға айналған әлмерек бабаның есімі өз руында аңызға айналып отыр. Міне осындай тұлғалар қазақ халқы бар жерде, бұндай тұлғалар қазақ халқымен бірге мәңгі жасай береді. Сондықтан да сөздің соңында әлмерек бабаның тарихын зерттеу енді басталған сияқты. Болашақтағы зерттеулер оның 6 қасиетін, жаңа мен айтып отқан батырлық қасиетін, шешендік қасиетін, көсемдік, абыздық және әулиелік қасиеттерін жеке-жеке тарқатып көрсетеді деген ойдамын. Ол үшін де әрине жазба дерек болмаса, халықтың жадында қалған деректер әлі көп. Сондықтан да оны болашақ зерттеушілер оны ел арасын іздеп тауып, тіпті олардың 18-ші ғасырдан кешегі 20-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейінгі аралықта бұлардың бәрі қатқа түсірілген. Тек қана ол әртүрлі шағатай тілінде, көне қазақ тілінде және тарихи жыр дастандарда соларды тек іздеп табу ғана керек. Рахмет тыңдағандарыңызға. Тақырыбы 19 ғасырдың 70-80 жылдары құрметті алаштың азаматтары, біз қысқада нұсқа слайд түрде баяндамамыздың мазмұн мағынасын жеткізуге тырысамыз. Орыс тілінде баяндама жасадым, бірақ мемлекет тілде комментарийін беруге тырысамын. Естеріңізге модератор ретінде, баяндамашы ретінде айта кетейін. Біздің баяндамалар бір мемлекетке, бір екінші, үшінші мемлекетке қарсы бағытталған жоқ. Бір халыққа, Қазақстанда тату-татты болып отқан халыққа қарсы бағытталып отқан жоқ. Тек қана тарихи шындық және тарихи шындық. Келесі слайд.
мына Қазақстанға осы біздің кезең жақындап келді. Әгінде 18 ғасыр, оның алдында ғасырларды баяндады. Біздікі 19 ғасырдың 70-80 жылдарда осы Жетісу өңіріне, осы ауданның маңайына ұйғыр ағайындармен осы доңғандар қалай көшіп келген баяндама береміз. Міне қараңыздар, осыны Қазақстан территориясына сол Қытай халыққа, қазіргі Қытай халық республикасынан көшіріп әкелген Ресей империясы көшіріп алып келген уақыт 19 ғасырдың 70-80 жылдар. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, мына Илий өлкесінде сол сол өңірде тұрды мына ағайындар. Бірақ қазіргі Жетісу облысында не ұйғырлар, не доңғандардың бұлай бір топтасып тұрған жері болған емес. Оны тарихи мәліметтер айтады. Келесі слайд. Міне 18 ғасырда және 19 ғасырдың бірінші жартысында өздеріңіз білесіздер, сол көршілес Қытай, Цин Қытай жерінде көптеген көтерілістер басталғанын білесіздер. Цин әскерлерді оларды бұқтырып отырды. Сол мына ұйғыр ағайындар, доңғандар, оған арасында қазақтар да қосылып кеткен. Сол жерде Илий өлкесінде Илий сұлтанаты құрылады. Бірақ оларда бірлік болмай тұрған кезде, келесі слайд. Ресей империясы 1871 жылы сол көрші Шығыс Түркістанға әскерін кіргізетті, жергілікті халықтарды бағындырып алады. Оны мына Центральный государственный архивтің материалдары баяндайды. Олар ішкі жұмысына ешқашан араласпайды жергілікті мұсылман халқының, және сол әлеуметтік, экономика және саяси сол тұрақтылықты көздейміз деп бағыттайды. Ресей әскері өзінің саясатын. Келесі слайд. Енді бірақ 10 жылдан кейін мына әлемдік мықты державалар Ресей империясын айтады. Сол қазіргі Жетісу облысы бар ғой, Алматы облысы. Көршілес Қытайдан әскерлерінде әкеттеп мәжбүрлейді. Ресей империясы Ливада договоры бойынша әскерін алып кетуге мәжбүр болады. Келесі слайд. Енді бұрын көтеріліске шыққан ұйғыр ағайындар, доңғандар, оның ішінде қазақтар бар, қырғыздар бар. Не істейміз деген мәселе көтеріледі. Ертең Цин әскері оларды құртады деген мәселе көтеріледі. Сол кезде 1881 жылы Санкт-Петербург келісім бойынша бір жылдың ішінде кімді-кім сол Қытаймен өздерінің болашақ тағдырын байланыстырмайым десе, Ресей империясының Жетісу өңіріне көшуге болады дейді. Сонда 100 мыңдай ұйғыр ағайындар, доңғандар және біраз қазақтар осы Жетісу өңіріне, ұйғыр ауданына көшіп келеді. Келесі слайд. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мына 1877 жылы 4 мыңдай доңған ағайындар көшіп келсе, ал олардың жаппай көшірілу 84 жылы болады. Ол орталық Центральный государственный архив айтады. Осы жылдары мына ұйғыр ағайындар кейбір құжаттардың ішінде тараншы деп аталады екен. Соның нәтижесінде мына осы 80 жылдардың ортасына дейін осы Жетісуға 9572 мына ұйғыр ағайындарының мына шаруашылықтары көшіп келеді. Сандары көрсетілген, қанша мына дөңгендер көшіріліп келген, олар да көрсетіледі. Мына Центральный государственный архивтің 21 фонд, опись 1, дело 700. Келесі слайд. Міне қазір аяқтаймыз. Енді осы жаңа жерге көшіліп кеткенде олар бірін-бірімен жақсы байланыс жасайды. Олардың көбінесе сол кездегі Верный және Жаркент уездерін мекендейді Жетісу облысының. 1897 жылы санақ бойынша Қазақстанда көбі осы Жетісу облысында 56 мың ұйғыр ағайындар осында көшіп келген көрсетеді, және 14 мыңдай доңғандар көшіп келген құжаттар
мәлімдейді. Келесі слайд. Ал енді қай жерге көшіп келді мына ұйғыр ағайындар Жетісуға? Өздеріңіз қарап отырыңыздар, сайтта көрініп отыр. Көбінесе мына сол Жаркент, Тараншы, Кетмен, Ақсу, Чарын, Малыбай, Қарамсқой, Қарасуй болыстарын мекендейді. Көбінесе мына Жаркент пен Қытайдың шекарасына дейін жерлерді алады, сол жерде орналасады. Мына 24.187 десятина жер үкімет оларға Ресей империясы береді. Бұрын ол әрине қазақтың табиғи жері болған Ресейдің архивтары мәлімдейді. Келесі слайд. Ал енді Ресей империясы не үшін көшіріліп әкелді деген құжаттарды қарасақ, ең бірінші Ресейдің өздерінің офицерлері айтады. Ең бірінші Қытайдың Күлжа өңірінде олардың экономикалық негізін, базасын әлсірету керек. Екіншіде Қазақстанға Жетісуға көшіріп әкелген сол ұйғыр ағайындарды Қытаймен егерде шиеленсе конфликт болатын болса, оларды өздеріміз жағына пайдаланамыз деген сондай пікірде болады. Келесі слайд. Ал енді әрине мына ұйғыр мен дөңгендерді Қазақстанға осы Жетісуға көшіріп әкелгенде, енді екі жақта мұсылман болғасын, ешқандай сондай конфликттік жағдай болмайды дегенмен, байырғы қазақтар өздерінің жерін сол көшіп келген ағайындарға беруге мәжбүр болады. Себебі ол кезде осы Жетісудың өңірінің жері бүкіл Ресей империясының иелігінде, меншігінде деп заңмен бекітіп тастаған. Келесі слайд. Ал енді Жаркент деген өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның ең осы өңірдің мықты қалалардың бірі. Сонда Жаркент қаласы қалай құрылған, қай жылдары құрылған, мына осы орталық мұрағат материалдары әдемілеп, мекендеп айтады. Осы Жаркент қаласының көбі 1882 жылдан бастап салына бастайды дейді. 538 үй болған. Келесі слайд. Енді әрине осы Қазақстан жеріне көшіп келердің алдында ұйғыр доңғандарды жай ғана көшіріп әкелмей, алдында Ресей империясының Қазақстанға көшіріп әкелетін саясатын пайдаланып, ходок дегендер алдын ала барып, бір-екі адамды жібереді, осы қазақтың жерін қарап келіңдер, ертең көшуге, жер шаруашылығымен бақша өсіруге жарай ма, жарамай ма деп ходоктарды, өкілдерді жібереді екен. Сол мұрағат материалдарды осы айтады. Мысалы, 2 тамыз 1881 жылы записка о землях, выбранных ходоками для поселения Таранчей и Дунган деген құжат дүниеге келеді. Келесі слайд. Ал енді өздеріңіз білесіздер, әгінде Шонжы туралы әртүрлі әңгіме болды. Қазірде баяндамалар болады. Әрине, Шонжы деген сөз, ол осы қазақ жоңғар шайқастарынан туған екен. Енді ғалымдардың көбі, тарихшылар мойындап отыр. Шонжы деген ол кімнің жоңғардың қас мықты батыры. Біздің Әлмерек бабамыз соны жекпе-жегінде жеңген өздеріңіз білесіздер. Сол кезде сондай тәртіп болған. Сол батыр болса да, сол өзінің белгісін қойып, мына Шонжы өлген деген жерді айтып кеткен. Кейін өлген деген жер жоғалып кетеді, Шонжы деген сөз қалған. Сол міне соны қараңыздар, әгі мына Центральный государственный архивта осыны ақыры баяндап береді. Қай кезде қандай елді мекендер болған. Сонда білдеді. В верхней части этого пространства идет дорога из Зайцевского Чунжу дейді. Ол 81 жылы жазылған секретный запискада ана ходоктар келіп қарайды ғой. Мына жерге көшіп келуге бола ма? Мынау жер шаруашылығын араласуға осымен бола ма дегенде, Шонжы деген жер мекен болады бір 100 жылдай ма, 150 жылдай бұрын. Карталарда көп кездеседі. Келесі слайд. Ал енді жаңа көшіп келген ағайындардың жағдайлары өздеріңіз білесіздер, өте ауыр болады. Жаңа жерге келу қиын, пока сіңісіп кетуге, пока үйренгенше, пока жергілікті байырғы қазақтармен тіл табысқанша біраз уақыт өтеді, жағдайлар өте ауыр болады ұйғыр ағайын мен доңғандардың. Сосын олар біразы Или өлкесіне, Қытай территориясына көшіп кеткендер де болады. Сонда сол кездің
әскери губернатор Аристов былай деп айтады: народ все бедный и малосемейный, не все даже имеют по одной лошади и быка, некоторые прибыли только на одном ишаке деп Центральный государственный архивтің материалы жазады. Бірақ кейін осы қасиетті осындай шұрайлы Жетісудың жеріне келіп, естерін жинап ап, ақырын қалпына, бұрынғы қалпына келе бастайды. Көшіп келген ағайындар, ұйғыр мен доңғандар. Келесі слайд. Міне, өздеріңіз білесіздер, көшіп келген дерге Ресей империясы 10 десятина жер бөлеміз деп еркектерге шаққанда. Бірақ іске келгенде 5-7 десятина жер ғана беріледі. Себебі ол кезде сол жерде қазақтар тұрған, олар өзінің ата-бабасының жерін бергісі келмейді, әртүрлі жағдайлар болады. Дегенмен, мына қағазда 10 десятина беру керек көшіп келгендерге деп, бірақ іс жүзінде 5-7 десятина ғана беріледі. Келесі слайд. Ал енді бақшалықты дамыту үшін Ресей империясы көмектеседі. Осы атылған 82-ші, 83, 84-ші жылдары мына недерді, ағаштарды, бақшыны өсіруге солардың ағаштың түптерін тегін тарата бастайды. Оны құжаттар осылай сөйлейді. Келесі слайд. Ал енді кейбіреулері мысалы ауыл жақта тұрмаймыз деп қалаларға көше бастайды. Верный, Жаркентке. Бірақ олар бұрынғы көшіп келген жерінде салығын төлей беретін болатын. Келесі слайд. Енді олар қалай орналасқан өздеріңіз білесіздер. Үйлерін жаңа жерге келгесін, мешіттерін сала бастайды. Ағайындар көшіп келген, дүкендерін, базарларын сала бастайды. Мына болыстарын тағайындай бастайды деген сияқты. Сол ақсақалдар, қазилар, 15-шілер, 55-шілер Қытай жақта қалай басқарды, мын жаққа көшіп келгенде де солай тату-татылықпен басқара береді. Келесі слайд. Ал енді жер шаруашылығымен араласқан өздеріңіз білесіздер. Келесі слайд. Одан кейін басқа да шаруашылық, оның ішінде бақша бар, мына шолықты өсіру, қазақтардан үйреніп малды көп ұстау деген, ол да пайда болды осы маңайда. Одан кейін мына тауар тасу деген Ташкент пен Верныйдың арасында. Келесі слайд. Енді одан басқа еңбеккер халық Жаркент, Верный қалаларында көптеген істер, осындай қолөнерлер пайда болады. Келесі слайд. Жер аз болғандықтан жергілікті орыстың казачествосынан, қара шекпендерден, қазақтардан қосымша арендаға жалға ала бастайды. Келесі слайд. Енді осы ұйғыр ағайындарынан шыққан ең ауқатты, мықты Вали Ахун Юлдашев екен, өздеріңіз білесіздер. Өте шапшаң, өте еңбекқор адам, 10 мың десятина жерді өзіне жинап алып, көптеген сауда жұмыстарын жүргізеді. Осы Балхаш өзенінде осындай кемен жүргізген өздері білесіздер. Көптеген егін өсіреді, бидай сатады, нан сатады, пароход жүргізеді. Қытай империясымен сауданың жүргізудің басында жүреді. Келесі слайд. Енді Қазақстанға әрине көшіп келгесін бір тілдері жақын, діні жақын, енді бірін-біріне ақырын әсер ете бастайды. Ұйғыр ағайындарының ішінде атақты ақындар осында өмір сүреді. Аттары бәрі осында жазылған. 16 жылда қасіреттен де өткен қазақтармен бірге. Келесі слайд. Ал енді ол ислам діні дамиды, білім дамиды. Қанша міне мешіттер ашылған өздеріңіз көріп отырсыздар. Имамдар қызмет істеген қай волыста, сол бәрі мына слайдта көрсетіліп тұр. Келесі слайд. Ал енді мына қазақ пен ұйғырлардың арасында бүгін бағана ескерткішті ашқанда жақсы айтты. Сол осында татулықпен осы өңірде, осы ауданда, осы облыста сен кім қазақсың, сен орыссың, сен ұйғырсың, сен украинде бөлінбей, сол Қазақстан үшін, болашақ үшін, бірлік үшін, амандық үшін еңбек жасап жатыр барлығы. Рахмет.
Қадірлі қауым, құрметті ағайындар, Әлмерек Абыз Жаншықұлына арналған конференцияның жұмысына табыс тілеймін. Бүгін ашылған ескерткіш құтты болсын деймін. Жалпы Әлмерек Абыздың екі түрлі тарихи тұлға ретіндегі сипаты айтылып жатыр. Біріншісі, Әлмерек Абыз батыр ретінде танылған. Екіншіден, Әлмерек Абыз атағыменен, абыз дәрежесімен белгілі болған дейміз. Мен сол абыздық мәселесіне тоқталғым келеді. Абыз деген ұғым, ол өте ежелден келе жатқан түсінік. Осы жерде әріптесіміз Берекет Кәрібаев ағамыз жақсы айтты. Абыз деген ұғымды қазір уақытта арабтың хафиз деген сөзімен байланыстырады деп көптеген энциклопедияларда, анықтамаларда көрсетеді. Алайда абыз деген ұғым, мен осы мәселені зерттеп қараған кезде ол өте ерте дәуірлерден келе жатқан құбылыс екенін анықтаймыз. Ислам діні Орталық Азия жеріне 8 ғасырлардан бері келіп тараған уақытқа дейін абыз ұғымы түрік халықтарына тән болған бір лауазым аты екен. Қазақтың шежірелік сөзінде бұрын өткен белгілі абыздар көп болған. Біздің қадірлі қариямыз бүгінгі күнгі Мекемтас Мырзахметов бір мақаласында дұрыс айтқан. Абыз деген атақты бұлай бекерге қолдана беруге болмайды деген. Өйткені абыз деген ол үлкен рухани атақ деген. Мына 20 ғасырда абыздар бар деп айтуға біз тартынамыз. 19 ғасырдың өзінде абыз болды деп айтылмайды шежірелерде. 19 ғасырдағы атақты рухани ілім иелері, зар заман ақындары Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Дулат Бабатайұлы сияқты үлкен зар заман ақындары болған. Ал енді одан арғы 18 ғасырда абыздар болды деп айта аламыз. Сол абыздардың қатарында мына Мәшһүр Көпейұлының бабалары абыз болған. Тобықтыда үлкен тарихи тұлға Әнет баба абыз болған. Қаздауысты Қазыбек би Келдібекұлының бабасы Шаншар абыз болған. Сондай қазақтың шежірелік сөзінде бұрын өткен абыздар Қойлыбай абыз, Нысан абыз, Құрманбай абыз, Сабырбай абыз, Сары абыз, Ботан абыз, Қараман абыз, Көшербай абыз деген абыздар болған. Ендеше біз осы абыздық деген нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Абыздық деген бұл қандай сипат? Әлмерек абыз бірталай үлгілі сөздер айтқан тұлға дейміз. Яғни сол үлгілі сөздерде, яғни Әлмеректің шешендік өнері, оның даналық сөздері, хикмет иесі болғандығы. Әлмерек абыз міне Жаншықұлы 18 ғасырда өмір сүрген тұлға болатын болса, ол кісі абыз болуы анық. Қазақ хандығы тарихынан шежірелер арқылы белгілі ірі тұлғалар, тұлғаның қызметін ашып көрсету үшін оның халық арасында абыз атанғаны, абыздық қасиеті туралы батырлық мінезі жайлы анығын айту лазым. Сөздің басы әуелгі замандарда жалғасатыны заңдылық, өйткені әрбір мәдени және рухани дәстүрдің бастауы болады. Соның сабақтастығын көрсетуіміз керек. Дәстүрдің тарихи негізін көрсету абыздықтың мән мағынасын, маңызын ұғынуға негіз болады. Басқасы басқа, әр өркениеттің өзіндік мәдени ерекшелігі бар екендігі белгілі. Сол ерекшелік қазақ тарихында түркілік мәдени бастауға біздің заманымызды жалғайды дейміз. Жетісу жері қазақтың жазиралы кең даласының өзге өлкелеріндей, тау жоталы биік сеңгірлеріндей, табиғаттың қазыналары, ұлы тұлғалары мол, бай, берекелі аймақтың бірі болғаны белгілі. Табиғатты тау, тас, өзек, сайларды аралап, Ақбастау бұлақ басына барып тамашалайтын болсақ, ал енді ел қадірлеген тұлғалар жайлы біз білгіміз келетін болса, онда біз ел ортасындағы қария сөздерге, шежірелерге назар аударуымыз керек. Міне сондай шежірелік сөздерді ғана тарихта болған атақты абыз тұлғалар жайында айтылады. Шоқан Уәлихановты айтып отырмыз. Өзінің еңбегінде былай деп жазады: ұлы жүз қырғыз қайсақтары туралы деп аталатын мақаласында. Ол дулат қайсақтары, яғни қазақтары деген сөз, ұлы жүзде басқа ру тайпалардың барлығын өздерінің көптігімен, жауынгерлігімен, байлығымен ерекшеленеді деген. Олар ұлы жүздің басқа ұсақ тайпаларын айтпағанда, албандардан 5 есе, жалайырлардан 3 есе көп, дулаттар көп,
Дулаттар мен албандардың кейбір ұрпақтары және шапыраштың біраз бөлігі Іленің оң жағалауында көшіп қонып жүреді деп көрсеткен. Бұл екі ру әрі қарай тағы да бөлінеді, оларды тарату реті келгенде сөз етіледі дейді. Әлмерек абыз Жаншықұлы, міне біз айтып отырғандай, өзі абыз әрі батыр болған адам дейміз. Ол Албан руының жерлерін қалмақ жоңғар басқыншылығына азат етуге қатысқан ер. Жоңғар хандығы күшейген уақытта Албан руы өз аталары мен ата жұртынан ажырап, өзге жерге ығысуға мәжбүр болды. Артынан қалмақтарды қуып шыққан соң, Қаратау мен Қазығұрт, Сарыарқа өңірінде жүрген Албан руы кешегі өз ел жұртына қайта оралып, алғашқы келгендері бірі Қызылбөрік руының ұрпақтары болған деп, аяқтаймын. Бұл жайында біздің әріптес тарихшы ағамыз Талас Омарбеков өзінің еңбегінде дәлелді келтірген. Енді біз уақыт ыңғайы бізде тар, сондықтан бүкіл баяндаманы уақыт алмайын, тек қана академик Әлкей Марғұланның мына абыздық туралы айтқан нәрсесін біз дәйек ретінде келтіруіміз керек. Сол Әлкей Марғұланның еңбектерінде түріктердің есте сақталған екі ұлы бейнесі, бірі бұл сол ғұндар дәуіріндегі абыздардың, сол зерттеулерді айтатын ғұндар дәуірлерінде ежелгі түрік заманынан ерлік мінез, абыздық қасиет, қазылық қаділет, далалық қауымдардың әлеуметтік құрылу нәтижесінде ретінде дамыған деп көрсеткен. Ендеше біз сөз соңында қорыта айтқанда абыздың, Әлмерек батырдың осы екі қасиетін айтып отырмыз. Біріншісі батырлық, оның тұлғалық келбеті, екіншісі Әлмерек абыздың айтқан насихат сөздері, бата берулері және хикмет әулиелік қасиеттері туралы келтірілетін әртүрлі шежірелік мәліметтер сақталып жеткен дейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қазақ пен ұйғыр жалпы түрі де, тілі де, ділі де бір халық түбіміз. Біз түркі қағандатына шығамыз. Біздің тарихымыз ұлы Алтын Орда бірге болды. Моғолистан мемлекеттен 4 халық шығады. Моғолистан осы Жетісу ғой. Өзбектер, Ташкенттің ар жағы, қырғыздар Ыстықкөлдегі, Шығыс Түркістандағы ұйғырлар, қазақтар Ташкенттің солтүстік жағы. Сондықтан біздің туыс екеніміз, бауыр екеніміз ешқандай күмәнға келмейді. Ал енді осы екі халық үшін ең ауыр жыл 1730-1753 жылдар болды. Ол жерде ең қиыны қазаққа ол кезде мына Петропавловскқа қамал, Орынбор, Өскемен, Семей деп қаптап келіп жатқан жаққа. Білесіздер сол кезде. Аралары 5-10 жылда. Ал енді Шығыс Түркістандағы жағдай одан ауырып кетті. Себебі ол кезде Шығыс Түркістанда ақ папақ дейді. Ақ қалпақтар мен қара қалпақ деген ұйғырдар арасында екі деп пайда болды да, жаңағы топ. Діни топтар негізі. Олар өзі қоқандықтар көмектескен сияқты. Ақыры бұлар біріне-бірі қырылысып 1740 жылдары ақ қалпақтар Қытайды көмек шақыртты, қара қалпақтар жоңғарды көмек шақыртты. Сөйтті де олар қаптап келді де, жоңғар 1757-58 жыл қирағанда, одан жоңғардан оңай құтып кетті де, бірақ жаңағы келген Қытай кетпей отқан жақсы білесіздер. Кейін ұйғыр халқы қатты қыспаққа түскен, одан бізге де әжептәуір Қытай қиындық жасады. Қазақстан жағдайы қандай болды? Қазақстан жағдайы сол кезде мен өз тақырыбым қазақ ру тайпаларының еліне қайту деп аталады. Бұл өзі қызық жағдай. 3 бағытпен жүріп отырды қазақтың бұрынғы атажұртын алуы. Жетісуда ұлы жүздің тайпаларына Шу маңайынан енді жерден айырылған кез болды жоңғар кезінде қалмақтар. Білесіздер ғой, Нарқол, Текес, Кеген деген сияқты, Лавар деген сияқты аттар бекер болған жоқ. Ал енді ұлы жүз бері қарай жаңағы Ташкент, Шымкент, жаңағы Алматыны ала бастады да, кіші жүз ерлікпен жүріп жаңағы Жайық бойын, Орынбор бойын Әбілқайырын босата бастады. Ал орта жүздің тайпалары ол кезде бұлар Түркістан майынан қозғалды да, сол кезде мына қазақтың хандары, әсіресе Абылайдың керемет Әбілқайыр екеуінің қабылдаған бір керемет стратегия, тактикасы болды. Бұлар сезіп тұр, қазақ еліне қайту керек. Омбыға дейін қазақтың жері ғой, Орынборға дейін қазақтың жері. Бірақ қаптаған қамалдарда бұлар былай істеген, қамалға кірмеңдер дейді. Қамалдың майын ала берін дейді. Мен оның Солтүстік Қазақстан облыстық архив, Омбы, Семей, Өскемен архивтерінде не таптым, материалдар. Видят, казахи постоянно кочуют дейді, постоянно нас окружают дейді.
сол бір кезде бір жылдан кейін айтады, так они нас окружили дейді. Байқадыңыз ба? Бұл керемет стратегия, үндемей отырып қазақ бұрынғы атажұртын алып алған. Біз бұны бір кинофильмдердің де бір үлкен жағдайларды айтып отыруымыз керек. Bir қан төкпей қазақ жерін алып алды да, бірақ кейін Столыпин реакция кезінде жаңағы қазақты қаладан қуды ғой. Келесі бір мәселе, жаңағы осы тақырып бойынша айтайын дегенім, мынау сол кездегі рубасылардың жаңағы Әлмерек Батыр бабамыз бар, Райымбек, Хангелді, солардың бір кереметісі жаңағы жоспармен жүріп отқан сияқты. Мысалы, тобықтылардың кім Мамай мен Тоқтамыс жаңағы қазіргі Абайдан алып барады. Шалақы мен Қанай би деген олар арғындарды мына неге дейін жеткізді. Қазіргі Есіл, Керейлер әр жағында өтіп кетті. Қабанбай бастаған наймандар жаңағы байқап отырсаңыздар шығысқа кетті. Уақпен жаңағы қыпшақтар, Жәнібек Батыр бар, олар өздері барды да мына Торғай, Қостанайды өз елін қайтарып алды. Көрдіңіздер ме, мына қазір көрініп тұр ғой, облыс қарап отырсаңыздар. Яғни бұл біз әлде болса зерттеп бұны айтуымыз керек, бұл өте маңызды әскери тактика. Және айтарым, бітірем, 1 минут ішінде бітірем. Айтайын дегенім сол бұл өзі бөліп жүрмесін бітіріп сұрайын. Сол анауға жаңа тактиканы айтып кеттім ғой. Біз оны зерттеп, біз оны кәдімгі архивтерден әлде болса қопарып айтуымыз керек. Соңғы сөзім. Бұл менің бір таныс ғалым бар, американда ғалым. Өзі Назарбаев университетте істеген, өзі әйел адам өзбекше қазақша жақсы біледі. Соның бір жазып кеткен бір сөзі бар. Былай дейді: Абылай заманда дейді, Америкада көптеген үндіс тайпалар болған. Чероки, Делавер, инуиттер деген болған. Олардың саны қазақтан кем емес дейді, ол айтады. Бірақ дейді, олар да жер үшін, бостан үшін аямай күресті. Бірақ оларда осы Абылай деңгейіндегі елбасы, көсемдер табылмады. Сондықтан үндіс тайпалар жеңіліп, азайып, қазір өздеріне берілген резервация тығылып отқанын білесіздер дейді. Көрдіңіз бе, қалай жақсы айтады. Ал қазақта дейді, қазір санында мол халық, дербес мемлекет, руы, туы, жалауы бар ел, сендер біріккен ұлттар ұйымы мүшесі болдыңыздар. Ол қандай бақыт пен жетістік. Ал ондай бақыт сол кездегі азаматтардың еңбегіне келді деп жазады да сол кісі. Сол кезде менің есіме келетіні осы біздің Әлмерек бабамыз ол кісінің істеген еңбектері. Көп рахмет сізге. Жетекші ғылыми қызметкер профессор Әуесхан Қаржыұлы Шашаев. Тақырып Әлмерек Батыр тұлғасы мен соңғы атауының шығу тарихы. Жақсы, рахмет. Құрметті зиялы қауым, енді көптеген деректер айтылды, мына жерде тарихтан сөздер қозғалып жатыр. Мен бір айта кететінім, мынау біз осы тақырып бойынша жұмыс жасаған кезде көбінесе тарихи деректермен жұмыс жасаймыз. Сондықтан әрбір сөзімізді айтар кезде нақты деректер арқылы оның шындығына жетпей қозғамаймыз. Сондықтан да менің айтайын деп отырған тақырыбымның өзі тікелей осы деректерге байланысты. Енді осы Әлмерекке байланысты бұдан бірнеше жыл бұрын бізге арнайы хат келіп түскен болатын. Осы Әлмерек Батыр жайында қандай деректер бар, ол тарихта болған ба, және болған болса, ол қандай деректерде деген мәселе көтерілді. Сол кезде біз енді тарихшы ретінде көптеген деректерді көтердік. Тағы да бір айта кететін нәрсе, оған бізге ешқандай қаражат бөлінген жоқ. Өз еркімізбен, өзіміздің азаматтық парызымыз ретінде ата-бабаларымыздың әруағы үшін жұмыс жасадық. Ресей архивінде, бірнеше архивінде жұмыс жасап, сол жерде қандай деректер бар, соларды қарастырамадық. Көптеген деректер бұл кезде анықталғаны Қытай, Манчжур деректер болды. Мына Нәбижан ағамыз жақсы айтып кетті. Сол деректер әлі де толық ашылған жоқ, әлі де ашылады. Соған байланысты бізде бірнеше жыл бұрын осы акиматтағы жігіттер жақсы біледі, Алматы облысының үлкен жұмыстар жүрді. Соның бірі үлкен методологиялық семинар өтті. Ол семинардың аты ұлы даланың ұлы есімдері зерттеудің методологиялық әдістер деп аталатын дөңгелек үстел өтті. Яғни ғалымдардың басын қосып, біз не істеуіміз керек? Қалай зерттеуіміз керек? Осы елдің ішінде қазақта не көп, батыр көп, әр ру, әр тайпа өзінің батырын көтеріп жатыр. Осы дұрыс па? Деген сұрақтар туындаған болатын. Міне сол кезде бірінші жауап біз беруіміз керек, тарихшылар деген осындай
шешімге келіп, соның нәтижесінде бірнеше жоба жасау қолға алған болатын. Соның ішінде ұлы даланың ұлы есімдері оқу ағарту энциклопедиялық саябағын құру тұжырымдамасының жобасы ұсынылды. Және де ғалымдар қауымдастығы мақұлдаған әрі жалпы ұлттық мүдделерге сай келетін ғылыми тұрғыдан қалыптастырған ұлы даланың ұлы есімдер тізімдерін дайындауға қажет болды. Яғни біз жай ғана кез келген тұлғаны ала салып соны зерттеу емес, нақты еліміздің, жеріміздің тұтастығына еңбегі сіңген және елге танымал болған тұлғаларды анықтауымыз керек. Сол үшін жұмыс жасалған болатын. Міне, енді осы жобаға кеңірек тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының президенті атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне көптеген ескерткіш мүсіндер орнатудың негіздемесін жасау керек деді. Міне, бүгінгі ашылып жатқан Әлмерек батыр, абыз, баба дейміз. Соның ескерткіші, соның бір нәтижесі. Яғни, ол жайдан жай қаражат жиналып, қоғамдық қор арқылы ашыла салған дүние емес, оның арт жағында үлкен жұмыстар жатыр. Көзге көрінбейтін, адам айтпайтын қиындықтарға тап болып, не бір сұрақтар, не бір құйтырқы әрекеттер болды, бірақ соған қарамастан ашылды. Не себепті? Өйткені қазіргі мына тұтастығымыз, тәуелсіздігімізге жетуіміздің арт жағында бабаларымыздың осындай үлкен алып территорияны аман алып қалуға сіңірген еңбегі жатыр. Біз соны айтпасақ, біздің тарихшылардың мойнынан ешқашан жүк түспейді. Сондықтан да бірінші кезекте біздің басымыздағы міндет ең алдымен осылардың дерегін табу керек болды. Негіздеп беруіміз керек. Осы ескерткіш қоюға тұра ма бұл адам, тұрмай ма деген мәселені анықтап беруіміз керек. Бірінші кезекте тарихи деректер жиналып, оның анықтамасы жасалды. Сол анықтамасы аномастик комиссияға жіберілді. Олар тексерді. Ол комиссиядан өтті. Содан барып мақұлданды. Содан кейін барып қана ескерткіш жобасына жасауға деген рұқсат берілген болатын. Ал қарап отырмыз қазір қандай жұмыстар атқарылған болатын. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тиісті ұйымдастырушылық, зияткерлік және нормативтік құқықтық базасының бар болуы ұлы даланың ұлы есімдері атты оқу ағартушы энциклопедиялық саябақ жобасын іске асыруға мүмкіндік беретінін атап өткеніміз жөн. Бұл бойынша Алматы облысы әкімшілігімен арнайы ынтымақтастық шара болды, меморандум отырдық. Соның арқасында бірнеше экспедициялар ұйымдастырылды. Осы жетісу жеріне Алматы облысының бірнеше облыстарына, аймақтарына. Соның нәтижесінде республиканың тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңында қарастырылған, яғни 1992 жылғы 2 шілдеде ерекше термин жаңа тұрғызылған монументалдық өнер туындылар дегені бар. Оның мәні, ұлы тұлғалар және аса маңызды тарихи оқиғаларды мәңгілік есте қалдыру үшін салынған монументалдық өнер туындыларын ескерткіштер, стеллалар, бюстер қолданысқа түседі делінген болатын. Міне осының негіздемесі. Яғни критерий, оны бағалаудың критерий жасалды. Міне осылай тарихтың белгілі кезеңдерінде әртүрлі мемлекеттер тұтастай ансамбльдер мен мемориалдық кешендерді салғандарын көрсетіп отырмыз. Олардың мақсаты мен кезінде мемлекеттіліктің қалыптасуына ерекше үлес қосқан атақты қайраткерлердің, ұлы қаһармандардың, батырлардың, билердің, абыздардың және тағы басқалардың тұлғасын ұлықтау мәселесі жолға қойылған болатын. Ал енді осы бұл мәселені шешу барысында біз дүниежүзілік үлгіні, тәжірибені еске алған боласыз. Мысалы Түркиядағы Фетка, шейіттер қорғаны дейміз. Сол сияқты Германиядағы, Америкадағы өздерінің президенттеріне қойылған мүсіндер. Осылардың бәрінің тарихи тәжірибесін қарастырдық. Бұл тәжірибе бойынша неге, қандай ансамбльдер, қандай мүсіндер қойылу керек? Сол сияқты оның айналасы саябақ, бұл жай ғана мүсін емес, оның айналасына демалатын демалыс, яғни жай ғана адамдар қасына келіп өтіп кететін емес, оның жанына демалып, отырып, бір сәт ойланып, өткен тарихы жайында ой қозғайтын, керемет ой туындайтын, рухын көтеретін үлкен мәнді, мағыналы мәселе болу керек деген ой туындаған болатын.
Мен енді сөйлейтінім 10 шақты бетеді, енді жарайды қысқартып айтайын. Ары қарай негізгі ойлардың бәрі мына кітаптың ішінде берілген. Сол сияқты мынау шонжы топономикасы атау қайдан шықты, ол қандай тарихи карталарда бар, Қытай карталарында, өнеге мынау Ренаттың карталарында, яғни жоңғар карталарында, қай картада, қай жерде аталған, қай ғасырда, қай жылдары ол атау келді деген мәселен бәрі мынада айтылған. Сондықтан оның бәрін қайталамай ақ қояйын. Және де Шалқар радиосынан да берілді, өнеге мен телеарналарда да берілді. Сөзімді қысқартқан кезде, мынау Әлмерек бабамызға ашылған ескерткіш, ол жай ғана бір рудың, бір атаның ескерткіші емес, бүкіл қазақтың рухына арналған, еліміздің тұтастығына, тәуелсіздігінің беріктігіне арналған ескерткіш деп айтамын. Рахмет сіздерге. Келесі сөз Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бас директорының ғылыми жұмыстар бойынша орынбасары Тілеубаев Шәмек Баянұлына береді. Қысқа да нұсқа регламентті ұстансаңыз. Шәмек Баянұлы дайындалсын, Меңділік Сарақызы. Қайырлы күн, құрметті қауым, бүгінгі мына игі іс-шаралар құтты болсын. Енді мен қысқа айтып отырсайын, уақыт біраз жерге барып қалды. Енді бүгін Әлмерек Абыз, Әлмерек бабамыз туралы өте жақсы керемет баяндама болып жатыр. Енді Әлмерек бабамыз туралы әзірге мынау архив деректер кездесе қойған жоқ тарихшыларға. Бірақ дегенмен де тарихи деректер баршылық. Қазақ қоғамында тарихи дәстүрі арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бүгінге жеткен естеліктер мен тарихи әңгімелер жеткілікті. Олар өз заманында Әлмерек Абыз бабамыздың көзін көрген куәгерлері, араласқан замандастары мен оған кейінгі ұрпақтардың жадында сақталып, келесі ұрпаққа жеткен тарихи әңгімелері қазақ фольклорының үлгілері негізінде жетіп отыр. Қазақ тарихының деректік қорын бір саласын құрайтын мұндай тарихи әңгімелер, дастандар, аңыздар, шежірелер ел арасында көптеп кездеседі. Тарихи дәстүрінің әңгімелері аңыздар дәстүрінде жатқызылып, оларда тарихи мәліметтер белгілі формаға енгізіліп, ертекте болғандары көбінесе халықтың салт дәстүрімен айтылатындығын, олар кейінгілер нақты тарихи кезеңдер туралы деректік мәліметтер беріп, еркін түрде жеткендігін көрсетеді. Осылайша тарих айту дәстүрінің аталған деректері, түрлері өзінің өмірге әкелген және оның қажеттілігін өтеген қоғамның тарихи зердесін қалыптастырып, оған деген әлеуметтік сұраныстарды қанағаттандырып, өзара үйлесімді өмір сүріп отырған. Тарих айту дәстүрінің алғашқы түрі біздің халқымыздың ерте замандан келе жатқанын айта кеткен жөн. Яғни өмірде орын алған оқиғалар, тарихи процестерді, жеке тұлғалардың қызметін жадта сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру қазақ қоғамында ілгері замандардан үзілмей келе жатқан дәстүр болып табылады. Сондықтан тарих айту дәстүрінің бүгінгі қазақ қоғамы үшін рухани мәдениеттің жаңа арнаға жаңғыру мүмкіндіктері бар сала екенін айтып кетуіміз керек. Қазақ өте бай тарих айту дәстүрі бар ел. Көшпелі өмір салты басымдық алған қоғамда тарих айту дәстүрі белгілі дәрежеде отырықшы елдердің архив, кітапхана міндетін атқарып келген. Халықтың рухани құндылықтары ұрпақтан ұрпаққа осы негізде жетіп, ұласып отырды. Бұл дәстүр кеңестік кезеңде біршама дағдарысқа ұшырады деуге болады. Ал жазба дәстүр келген соң өзінің бұрынғы бай мүмкіндігінен айырыла бастады. Кеңестік кезеңде қазақ халқының тарих айту дәстүрі туралы маңызды пікір айтып, оның фактілік материалдарын зерттеу еңбектерін жақсы пайдаланған белгілі ғалымдардың бірі Әлкей Марғұлан көне кезеңдердің тарихи фактілерін тұрмыстық жайларды баяндауда қазақ эпосы қайсы бір тақтарда жылнамалық жазбалардан кем түспей, тіптен халықтың жазуы жоқ кезеңдерде оларды ауыстырып отырады. Эпостың оқиғалары берудегі дәлдігі соншалық, олардың көрсетулерін тарих әдебиеттері дәлдей түседі деп көрсеткен болатын. Бірақ өкінішке орай бұл ғалымдардың халқымыздың тарихи дәстүрін зерттеудегі бастамалары белгілі себептерге байланысты теориялық метод тұрғыдан өзара жалғасын таба алмады. Тарихи дәстүрінің халықтың тарих жадымен тікелей байланысты. Тарихи жад дегенімізде бүгінгі өтіп жатқан біздің конференция, бүгінгі айтып жатқан әңгіме осы қазақ халқының тарихи жадын қалыптастыру. Яғни біз қазақ халқы өткен тарихымыздан, өткен табиғи жолымыздан, табиғи арнамыздан ажырап қалған халықпыз. Бізде мынау кеңестік кезеңде белгілі арнаға өзінің табиғи жолымыздан аударып, басқа арнаға салып жіберді ғой. Сондықтан да осындай шара қажет. Ал осы тарихи жадты зерттеуге байланысты ғалымдар не дейді? Тарихи жадты зерттеген алғашқылардың бірі француз социологы Марис Колвекс деген
ұжымдық жат деген еңбек шығарған. Ол мынау өзі қайтыс болғаннан кейін 1950 жылы жарық көрген. Ал 2007 жылы оның еңбегі «Социальные рамки памяти» әлеуметтік жаттың шеңбері деген атаумен жарық көрген болатын. Ол еңбегінде Марис Холвекс былай дейді: тарихи жат ішкі деңгейде адамдардың менталитетінде қалыптасады деп көрсетіп, тарихи жаттың әлеуметтік деңгейде коммуникативтік және әлеуметтік өзара қарым-қатынастық арқылы адамдардың жадында қалыптасатынын көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда Әлімберек Жаншықұлы халықтың тарих жадында ел мен жердің тұтастығын қорғаған батыр, әскери өнерді меңгерген қолбасшы, әділ би, халқын дұрыс жолға бастаған білген ақылшы абыз ретінде коммуникативтік және әлеуметтік қарым-қатынас барысы негізінде қалыптасып, бүгінгі күнге жетіп отыр. Оның қазақтың жерін, елінің мемлекеттік дәстүрін сақталу мен нығаюына сіңірген еңбегі тағылыматын үлгі өнегесі, ерлік дәстүрі, қайраткерлігі халықтың тарихи жадында сақталған. Қазақ халқының тарихи санасының ерекшелігін, тамыры терең тарихын сыр шертетін тарихи жадын құрайтын тарихи дәстүрінің негіздері, шежелері, аңыздары, әңгімелері, дастандар, батылық жырлар, жыраулар поэзиясының барлығы бір-бірімен сабақтас болып келеді. Халықтың тарихи жадында сақталып, ел арасында ауызша айтып келген байқауға болады. Ерте замандан келе жатқан түркі тайпаларының тарих айту дәстүрін және оның материалдарын тарихи тұрғыдан қайта құруда алғаш рет сәтті түрде пайдаланылған Раштадин Фазлала Хамадани. Ол тарихшының жылнамалар жинағы 14 ғасырда дейінгі түркі және моңғол тайпаларының арасында сол тұңғыш шыққан күйінде сақталып, қалған тарихи деректерді маңызды жиынтығы. Сонымен бірге олардың тарихи таным деңгейінің, тарихты баяндау талғамының, тарихи ойының керемет көрінісі болып деуге болады. Раштадин өз еңбегінде кіріспесін бөлімінде және шығарма мәтінінде түркі моңғол халықтарының тарихына байланысты материалдың жазба және еске сақтау түрінде қатар кездесетіндігін, әсіресе еске сақтау дәстүрінің ерекше жақсы дамығанын айта келіп, ескертіп бұл бағытта деректерді тарих жазуды пайдалану принциптерін ашып көрсеткен болатын. Қазақ халқының тарих айту дәстүрін алғаш арнайы зерттеген, қарастырған, оған ғылыми баға берген Шоқан Уәлиханов болатын. Ол халықтың көшпелі тұрмыс салтына бейімделе отырып дамыған тарих айту дәстүрінің мәдениеттегі ерекше құбылыс екендігі жөнінде былай дейді: қазақ өзінің көне аңыздары мен наным сенімдерін қайран қалалық тазалықта сақтай білген. Одан да өткен ғажабы сол байтақ даланың әр шалғайындағы әсіресе өлең жырлар еш өзгеріссіз қайталатындығы. Көшпелі сауатсыз ордадағы ауызша тараған осынау үлгілердің біріне бірі қылдай ауытқымайтын, адам айтса нанғысыз қасиет, алайда күмән келтіруге болмайтын шындық деп көрсетіп болатын. Яғни мына Әлімберек Абыз туралы ел арасында сақталып бүгінге жетіп жатқан тарихи деректердің атқаратын ерекшелігі өте зор екенін біз осы айтып өтуіміз керек. Ал ұлтұстаз Ахмет Байтұрсынұлы қазақ қоғамындағы өткен өмірінен қалған дерек көздер жөнінде пікірін былайша білдірген: Шежіре айшылар естігенін, білгенін сол күйінде шикі күнді түзеді. Тарихшылар құр естігенімен қанағаттанбай, рас өтігін тексеріп, расын ғана алады. Шежіре, заманхат, өмір баян, мінезден бәрінің тарихтың жемі есебіндегі нәрселер. Тарихшы олардың айтқанының бәрінде ала бермейді. Аударып, ақтарып, түрлі жағынан қарап, түрлі мағлұматтарын салыстырып, сипатталған мағлұматтарды ғана алып көрсетеді. Яғни біз осыған алған кезде мынау Әлімберек Абыз туралы ел арасында сақталған аңыз әңгімелер, жырлар, дастандар, мұның бәрін яғни тарихтың ғылыми тұрғыдан сүзбеден өткізуіміз керек. Сондықтан егер бізде мынау қазіргі кезде көп айтамыз, осы Қазақ жоңғар соғысы кезіндегі тарихи деректер аздау жүрді. Әрине тарихи деректер баршылық, бірақ дегенмен де олар шетелдік әріптер, Ресей, Қытай әріптерінде басқа әріптерде болуы мүмкін. Ал қазақ қоғамында тарих деректер, яғни ел арасында сақталған осы естелік әңгімелер арқылы, аңыз жырлар арқылы, дастандар арқылы жетіп отырған. Сондықтан біз мынау Әлімберек атамыз туралы айтқан кезде сол ел арасында сақталған әңгімелерді ғылыми тұрғыдан мазмұн беру. Біз сол тұрғыдан қорытуымыз керек. Алдағы уақытта ойлаймын, осы біз қазақ жоңғар соғыстары кезеңіндегі Әлімберек сияқты батыр әрі абыз бабаларың туралы жеке зерттеулер орын алады. Мына бүгінгі конференция соның бір үлкен бір көрінісі деп ойлаймыз. Сондықтан алда тарихшыларда үлкен міндет тұр. Яғни осы бағытта үлкен ғылыми жұмыстар өмірге келтіріп есептейміз. Рахмет. Профессоры Меңдігүл Сағатқызы Ноғайбаева. Бір баяндамаға достан кейін. Қайырлы күн. Иә, мен. 7 тарихшы доктор ағам қолтықтап орталарыңызға келіп қалдым. Қайырлы күн.
Енді осы тарихшылар бастап келген, мынау доктор, профессор ағаларын бастап келген топтың ішіндегі ең кенжетайы біз Рашид екеміз, группалас. Екеміз енді бір 5-5 минут қана сіздердің уақыттарыңызды аламыз. Қадірлі бүгінгі конференцияға жиналған қауым, енді мен бүгін баяндамада айтайын деген мәселе мынау Жетісу жеріндегі жоңғарға қарсы азаттық күрес тарихы және Әлмерек баба Жетісу жерінен шыққан батырлар тарихы қалай зерттеліп жүр деген тақырыпқа. Себебі мына біздің Қазақстан Республикасының ресми тарихы жазылған мынау академиялық басылымдар болсын, оқулықтар болсын, осы бәрін ашып қарай салсаңыз, әсіресе мына жоңғарға қарсы күрес мәселесі көтерілген кезде, мына Жетісу тарихында бір ғана сөйлем, Жетісу жері жоңғарлардың қол астында қалды деген бір сөйлеммен ғана айтылады. Одан кейінгі кезеңде осы жердегі біздің ата бабамыз сонда қайда кетті? Не істеді? Және бізді осы Жетісуды басқа біреулер келіп азат етіп қайтадан бас ауып кеткен, осы жерде мекендеген албан, суан, жалайырысты, шапырашты, сары үйсіндерді қайтадан осы жерге әкеп кім орналастырды деген бір түрлі сұрақтар туындатып қалады. Жалпы менің бүгінгі баяндамада айтайын деген бірнеше тезисім, соның ең бастысы Жетісу жері әу бастан жоңғар шапқыншылығының ең басты нысанына айналған жер болды. Мысалы, ана 15 ғасырда Моғолстан кезінде Қазақ хандығы әлі туын тікпей тұрған кезде 1426 жылы осы жерде Уәйіс хан таққа отырды, билеп отырды Моғолстанның ханы. Мысалы, Мұхаммед Хайдар Дулати бабамыздың дерегінде былай деп айтады, осы Уәйіс хан өзінің өмірінде ойраттарға қарсы 61 рет жаңағы соғысқан еді дейді. Сонда қарап отыратын болсақ, сонда 15 ғасырдан бастап Жетісу жоңғар агрессиясының ең басты тірегіне айналған аймақ болды. Және бұл агрессия ешқашан тоқтаған жоқ. Ал оның ең күшейген кезеңі әрине 17 ғасырдың басында, алғашқы жартысында 1635 жылы жаңа Батыр Қоңтайшы басын қосып жоңғар хандығы құрылғаннан кейін ендігі жердегі жоңғар агрессиясы жаңа біріккен түрде, ұйымдасқан түрде бағыттала бастады. Сондықтан Жетісудың ең басты маңызы бұл жоңғарлар үшін стратегиялық маңызы бар. Бұл мықты жайылымдық жерлер ең алдымен, одан ары қарай оңтүстік шығысқа қарай, оңтүстікке қарайғы қалалар, Орта Азия, Хиуа, Бұхараға кететін сауда жолдарын алуға бағытталған стратегиялық аймақ болды. Сондықтан әсіресе жоңғарлардың шабуылының ең күшейген кезеңі бұл 17 ғасырдың екінші жартысы. Мысалы, деректерде мынау қазақ жоңғар қатынастарын зерттеген Моисеев деген кеңестік кезеңде зерттеуші болған, соның көрсетуі бойынша 1690 жылдардан бастап жоңғарлардың осы Жетісуға деген күресі жаңа қарқынмен белес ала бастады. Міне осы кезеңде біз бүгін ескерткіш орнатып, әруағына бас иіп отырған Әлмерек сияқты бабаларымыз бастаған бабалардың осы Жетісудағы Албанның қолын ұйымдастырып күреске шыққан кезеңі басталды. Әлмерек бабамыз ертең Алла қаласа бірнеше уақыттан кейін осы жерде тағы болайын деп жатқан Қарақұл бабаларымыздың батырлық, ерлік кезеңдері өткен осы кезеңдер болды. Ал екінші кезең, мына 18 ғасырдың алғашқы ширегінен кейінгі атақты Ақтабан шұбырынды оқиғаларынан кейінгі болған жерлерде бұл кезең енді осы біздің албан руларының ата қонысының жаудың қолында расымен қалған жері. Мен бүгін осы баяндамаға дайындалу барысында өзімнің ұстазым, осы біздің елімізден шыққан, мына кеңештен шыққан өзім ұстазым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Сайден Жолдасбайұлының есімін алып отырмын. Ол кісінің 1996 жылы Жетісу тарихы, тарихи палеонтологиялық зерттеу деген керемет еңбек жарық көрді. Өкінішке орай сол көбіне дәріптелмей, ғылыми көпшілік ортаға танылмай келе жатыр. Мысалы, сол Сайден аға аяғымен 20 жыл кезіп жүріп, осы Жетісудағы бүкіл 15-18 ғасырдағы әсіресе мына біздің қазіргі Ұйғыр ауданы, бұрынғы Кеген, Нарынқол аудандары, мына Еңбекші Қазақ ауданы территориясындағы мекендеген албан руларының қыстау күзеулерін түгел зерттеп жазып шықты. Соның ішінде 15-18 ғасырлардағы біздің ата-бабаларымыздың мекендеп отырған жерлер ретінде мына біздің күнделікті енді естіп өскен жерлеріміз Алабайтал, Сарбұлақ, Асыл сағасы, Сауысқан, Сарымсақты, Шөладыр теріскей, Сөгеті мен Бөгеті шатқалдары, одан кейін Серіктес пен Көктерек тау шатқалдары, содан кейін Жайлау, Асы, Қарқара, немесе Шелек өзені, Далашық, Биесимас, Айдайсу, Жая,
Бақалы шатқалдары, сонан кейін Іле өзенінің сол жағалауы, мына Шарын өзенінің бойлары бүкіл албан руларының қыстаулары, күзеулері, жайлаулары болғандығын дәлелдеп, ол жерде қалған қыстау күзеулердің орындарын түгел зерттеп, біздің ата-бабаларымыздың тіпті сол кезеңдегі жаңағы үй салу құрылысындағы ең бір жетістіктердің бір ретінде мына кәң жүйесі деген, мына үйді жылыту жүйесі туралы бірінші зерттеулерін жазып кеткен. Сондықтан бұл кезеңде мен әсіресе қадап айтайын дегенім, мына 17 ғасырдың екінші жартысы мен 18 ғасырдың алғашқы ширегіне дейінгі кезеңде бұл аймақты мекендеген біздің ата-бабаларымыз ешқайда көшіп бас ауып кеткен жоқ. Бұл аймақ сол ана 15 ғасырдан басталған жоңғар агрессиясына қарсы текетіресті біздің ата-бабаларымыз, міне бүгін Әлмерек бабамыз бастаған сияқты батыр бабаларымыз осы аймақты, және біз бұл жерде бүгін абыздар туралы айтып атқанда, Әлмерек абыз туралы айтып атқанда, Шоған абыз туралы неге айтпаймыз? Мысалы, осындай абыз бабаларымыздың жаңағы елді ұйымдастыруымен, батырлығымен, ерлігімен жерді сақтап тұрдық. Ал өкінішке орай, сол 23-ші жылдағы, жаңағы 1723 жылдан кейінгі ана жоңғар агрессиясын қатты күшейген ақтабан шұбырынды деп айтамыз ғой. Бұл енді әлгі жұт жеті ағайынды дегендей, бұл жоңғардың бірден басып кіруінің нәтижесі, біздің әлсіздігіміздің де нәтижесі емес, және бұл осы кезеңдегі бір алапат жұттың да кесірі болған. Осындай бірнеше факторлардың несімен, сәйкес келуімен қазақтың бір талай жері жаудың қол астында қалды. Міне сол кезде жаңағы Густав Ренат деген мына жоңғардың қолына түскен не болған? Шведтің офицері. Сол кейін анау Европаға кеткен кезеңде жоңғарияның территориясын сызып карта жасап кеткен. Сол картасын қарап отыратын болсақ, біздің мысалы бүгінгі жеріміз Жетісу Алатауының Балқашқа құятын өзендердің жоғары ағысы, Алтынемел мен Қойбыл аралығы, Кегеннің солтүстік жағалауы мен Шарыннан шығысқа қарай Кетпен тауларының солтүстік беткейі, Шелектің жоғары ағыстары, сонан кейін мына Ыстықкөл жағалаулары, үлкен Кемік алқабы сияқты оның Шуға құятын жеріне дейін ұлан аймақ түгел мына жоңғарлардың қолында қалды. Сол кезеңдегі мына қазір біздегі Ұйғыр аудандағы, Кеген аудандағы мына Сүмбе деген ауылдар бар ғой, Қалмақтың ол Сүме деген, ана Қалмақтың басып алған басшыларының несі, резиденциялары тұрған жер дегеннен қалған. Өстіп, ата-бабамыздың жері жау қолында қалды. Осы жау қолында қалған кезде, енді сол жаңа Әлмерек бабамыздан не алған, бат алған, солардың батырлық мектебін, тәрбиелік мектебін көріп өскен біздің Хангелді бабамыз, оның ұлы жаңа кейінгі Райымбек батыр, анау есімдері тарихта онша көп айтыла бермейтін, кейін соңғы кезде айтылып жүрген Бәйсейіт батыр, Малай батыр, Оңқа батыр сияқты батыр бабаларымыздың ұйымдасуымен Жетісу жерін жаудан азат ету, елді қайтадан осы жерге қайта қоныстандыру ісі басталды. Сол кездегі мына бүгінгі Әлмерек бабамыздың ең өмірінің соңғы кезеңдегі бір ісі, тарихи ісі, осы жаңағы басына күн түсіп ата қоныстан ауған елді қайтадан қоныстыру, ішкі жаңағы жер дау, жесір дау деген сияқты мәселелерді шешу, елді рухани тұрғыдан қайта көтеру ісін атқарды деген мәселелерді бүгін қысқаша айтқым келген. Енді уақыт қысып бара жатыр. Сондықтан бір нәрсе айтқым келеді. Мына ауылымызға кіре беріс жердегі айбындап аспанға бой көтерген бабамыздың кесенесі деппін ғой, мүсіні құтты болсын. Бабамыздың рухы бізбен бірге болсын. Көк туымыз желбірей берсін. Рахмет. Соңғы баяндама белгілі өлкетанушы, архивтанушы, белгілі тарихшы, кешелерде хан кенесарының бас сүйегін, мылтығын өз көзімен Мәскеуге барып көріп келген осы елдің азаматы Рашид Ешенұлы Оразовқа беріледі. Тыңдамадыңдар. Әлмерек тақырыпқа қарасай, Әлмерек туралы ешкім айтпай жатыр. Әлмерек туралы мен ғана айтамын. Ал құрметті ағайындар, мына Ұйғыр ауданының орталығы Чонжыда керемет ғылыми конференция өтіп отыр. Менің сіздердің назарларыңызға ұсынатын бүгінгі баяндама тақырыбым
Әлмеректің тікелей ұрпағы 19 ғасырдағы Жетісудағы Орыс империясының отарлау саясатына қарсы күрескен Тазабек Бұсырманұлы жөнінде. Жалпы Тазабек Бұсырманұлы зерттелмей жаққан тұлға. Бұл кісіге қатысты, мысалы, атасы Әлмерекке қатысты архив деректер аз болатын болса, бұл кісіге қатысты Қазақстанның Ресей архивтерінде қатталған деректер өте көп. Ал енді біз 200 жылға жуық жоңғар шапқыншылығына қарсы күресіп, жоңғар шапқыншылығында жеңіске жеткеннен кейін батыста анталаған Ресей империясы тұрды. Міне біртіндеп солтүстіктен кірген Ресей империясы ақыры қазақ даласын өзінің бодандығын айландырды. Міне осы бодандық қамытқа қарсы қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы 10 жылға жуық күрескен болатын. 1845 жыл Жетісу жеріне амалсыз ығысқаннан кейін, мына Ресей империясы, әсіресе Батыс Сібір генерал-губернаторлығы осы Кенесарыны ұлы жүз халқы қолдап кететін болса, мына ең стратегиялық өлке Жетісудан айырылып қаламыз деді. Сондықтан да 1845 жылдан бастап ұлы жүз сұлтандарын шақырып шен-шекпен беруді қолға алған болатын. Мына архив деректеріне қарайтын болсақ, Тазабектің әкесі Құсырман Қонысбаев жөніндегі алғашқы деректер 1845 жылғы осы Ресей бодандығын қабылдау жөніндегі архивтік құжаттарға өзінің таңбасы қойылған құжаттар бар. Ал 1846 жылы мына Вишневский бастаған генерал Лепсі бойына кеп ұлы жүзден ант қабылдаған кезде, сол ант қабылдаудың ішінде Тазабек Бұсырманұлы да болған. Архивтік деректерде таңба тайға басқандай отыр. Жалпы Ресей империясы Жетісу жеріне келгеннен кейін тактиканы өзгертті. Күшті ұруларға әлсізге қамқор бала отырып, әлсіз ұруды күшті ұруға айдап салу арқылы өзінің отарлық саясатын жүргізді. Тазабекті де шен-шекпен беріп басынан сипай отырып, өзінің саясатына тартты. Мына архив деректерін ақтарып отырып, 1859 жылы Тазабек Бұсырмановтың жазған хаты бар Колпаковскийге. Сонда мына Ждан бастаған орыс әскерлерінің Албан руына жасаған қысастығы жөнінде баяндай келіп, мен жасым 42 деп көрсеткен. Осы дерекке негізге алатын болсақ, Тазабек Бұсырманов 1717 жылы өмірге келгендігін көруімізге болады. Ал енді мына көршілес қырғыздарды отарлау кезінде осындай Тазабекті де қырғыздарға қарсы айдап салу саясатын Колпаковский шебер пайдаланды. Батыс Сібір генерал-губернатор Колпаковскийге жазған хаттарында шен-шекпенді қазақ ұрыларына қолдан келгенше бере отырып, біз Жетісу жеріне үстемдік жүргізуіміз керек деді. Міне осы саясатты түсінген Тазабек біртіндеп Ресейдің отарлық саясатына қарсы шыққан болатын. Бұның жарқын көрінісі мына 1867-68 жылдары Жетісу жерін толық отарлап алғаннан кейін басқару жүйесін енгізді. Сол кезде мына таза бір ұру орналасқан жерлердегі болыстықтардың атауын ұру атауымен берді, аралас тұрған болыстықтарды жердің атауымен атады. Міне 1868 жылғы Тазабек Бұсырманов Меркі болыстығы дейді. Бұл Меркі болыстығында негізінен бозымдар тұрған. Осы болыстықта прапорщик шенімен болыс болған. Бірақ мына Колпаковскийдің отарлық саясатына келіспегеннен кейін 1871 жылғы сайлауда Тазабек Бұсырмановты өткізбей тастайды. Бұның жасырын Іле сұлтанатымен байланысы бар. Біздің билігімізді мойындамайды деген желеумен Исаул Герасимов бастаған әскерді мына қазіргі осы Чарым мен Мойнақтың аралығында Тазабек Бұсырмановтың ауылына жібереді. Онда да Исаул Герасимовқа кетмен болысы Жансерке Жайнақ Шығыс Түркістандағы түркі халықтарымен байланыс орнатып жатыр. Болашақта біздің билігімізді мойындамайды деген қат кеп түседі. Осы қатты негізге алып, 100 казакты алып Тазабектің ауылына келген болады. Бұл 1871 жылғы сәуір айында болған. Міне Колпаковский мен Тазабек Бұсырмановтың арасында осы Чарын жерінде
кескілескен шайқастар жүреді. Бұнда орыстың офицерлері Тазабектің батырлығын, бірақ қолында отты қарудың жоқтығынан, 3 шабуылын қайтарғанмен амалдың жоғынан чегініп, бір түнде дейді, 1000 түтінді үймен Қытайға ауып кетті дейді. Колпаковский осы Тазабекті қайтару үшін Іле сұлтанаттығына ультиматум қойды. Егер тірідей ұстап бізге қайтармасаңыз, біз Іле өлкесін жаулап аламыз деді. Міне осы негізге алып 1871 жылы Іле сұлтанаттығын Ресей империясы басып алды, 10 жыл Іле сұлтанаттығы Құлжа қаласы орыстарға қарады. Оның бүткіл консилиялар іс жүргізуі 21-ші қор деген қор бар, сонда қалай отырылады, бұл жердегі халықтардың саны, барлығы тайға таңба басқандай жазылған. Міне Құлжаны басып алғаннан кейін Іле сұлтанаттығы амалсыздан Тазабекті орыстардың қолына тұтқынға береді. Орыстар бұны Верный түрмесіне әкелгеннен кейін азаптап тергеу жүргізеді, бірақ тергеу аяқталмай жатып 1872 жылы қайтыс болады. Мына ауызша деректерде Тазабектің сүйегін ұрпақтарына 2000 жылқыға берсеңдер, сүйегін береміз деген мәліметтер бар. Міне қарап отырып, Ресей империясының мына Ұзынағаш шайқасындағы Кауфманның айтқан несі бар. Ұзынағаш шайқасы біздің Жетісу өлкесіндегі орталық Азияға кірген жеңісіміздің анасы деген. Бағанан бергі Жетісудың алатын тарихтағы рөлін Ресей империясы осылай бағамдаған. Міне 1872 жыл Тазабек өлгеннен кейін оның ісін 16 жылғы көтеріліс кезінде өзінің тікелей ұрпағы Әбубәкір Солтанбек, тезек Тазабектер абыроймен атқарды. Әбубәкір Солтанбек 59 адамды Қарақол түрмесіне айдап апарған кезде соның ішінде 4 адам ғана аман қалады. Соның 4-еудің бірі Әбубәкір Солтанбекұлы болатын. Міне осындай тарихымызды біз тереңірек зерттесек, болашақ ұрпаққа түсінікті болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздердің аттарыңыздан, елдің атынан, бүгінгі жиынның, бүгінгі ниеттің атынан 90-ға жасы аз болған ағамызды туған күнімен құттықтап, үстіне шапан жауып, ары қарай жасына ұзақтық, бақыт, еліне істеп жатқан жұмысына әрқашан құрмет тілеп, бүгінгі мынау Әлмерек бабаның тікелей ұрпағы Стақан Белғожа сізге көрсетіп шапан жауып шығарды. Ал, ту қол жабылады. Жетпістің 9-ына келдім. Сіздердің мынадай болғандарыңыз үлкен рахмет айтамын. Біз бір-бірінен сізге үлкен рахмет айтамын. Жиында мені құттықтап жатырсыңыздар. Үлкен рахметімен барлықтарыңызға бақыт берсін. Сіздер бастарыңыз байлық, дендеріңіз саулық, балдарыңызға бақыт берсін.